Қалайсыздар? Жаңа сабақты бастаймыз. Біз 21-ші сабаққа келдік. Unit 21. Essential Grammar in Use деген кітап бойынша сабақ өтіп жатырмыз. Ол 114 сабақтан тұрады. Қазір біз 21-ші сабаққа келдік. Passive деген ереже. Passive. Бұл ереже жалпы барлық тілде бар. Қазақ тілінде де, араб тілінде маджхул деп келеді. Ма'лум, маджхул, белгілі, белгісіз. Орыс тілінде пассивный залог, активный залог дейді. Осы нәрсе біз сөйлеген кезде істеушіні білдірте аламыз, немесе істеушіні білдіртпей қоя аламыз. Мысалы, қарайтын болсаңыздар, мына жерде офисті біреу тазартып қойған. Не тұр, шелектер тұр, пылесос тұр, тазартылып тұр, бөлме таза болып тұр. Біз бүйтіп айта аламыз. Офис тазартылған, сондай сөйлемді айта аламыз. Офис тазартылған. Яғни кім тазартқанын біз сөйлемімізде білдіртпейміз. Офис тазартылған. Кім тазартылған айтпаймыз. Ал егерде Арман офисті тазартты десек, онда істеушіні сөйлемімізде білдіріп тұрық. Егерде істеушіні сөйлемімізде білдіртсек, мысалы Арман офисті тазартты, мысалы Әлшер офисті тазартты деген сияқты айтатын болсақ, онда ол актив. А егерде білдіртпесек, офис тазартылған, онда ол пассив. Мысалы қараңыздар, The office is cleaned every day. Офис күн сайын тазартылады. The office was cleaned yesterday. Офис кеше тазартылды. Мына жерде кім істеушісі бұл сөйлемде жоқ. Осы пассив, осы бүгін өтетін сабақ. Compare active and passive. Актив пен пассивті екеуінің айырмашылығын қарап көрейік. Қалай болады екен? Мысалы, somebody cleans the office every day. Біреу, somebody деген біреу. Осы somebody'дің орнына любой атты қоя аламыз. Мысалы, Арманды қоя аламыз, somebody'дің орнына. Арман cleans the office every day. Somebody, біреу cleans the office every day. Мына жерде кім істеп жатқаны белгілі бұл сөйлемде. Ол актив, белгілі болғандықтан. Ол қалай құралады? Біреу, somebody, мысалы Арман, Қайрат, somebody cleans, тазартады, the office, офисті, every day, күн сайын. А егерде сөйлемді кім істеушісін білдіртпей сөйлейтін болсақ, мысалы офис күн сайын тазартылады деп, біреу Арман деп айтпай, күн сайын тазартылады деген сөйлемді айтатын болсақ, онда осы the office деген сөз ең басына кетеді. Біріншісінде ол біреу тазартады офисті дегенде соңында тұрды ғой. Енді офис деген сөйлемнің басында кетеді. The office дейді. Сосын be етістігін қолданамыз. Is, a немесе am. Осын қолданамыз да. Содан кейін барып етістіктің үшінші түрін қолданамыз. Cleaned. Clean'ның үшінші түрі етістіктің, ол past participle. Үшіншісін қолданамыз. Сол кезде біз осындай сөйлем шығара аламыз. The office is cleaned. Офис тазартылады. Офис чистится, мысалы. Убирается. The office is cleaned every day. Күн сайын. Енді өткен шағын қолданып көрейік. Somebody cleaned the office yesterday. Біреу офисті кеше тазалады. Somebody, біреу. Мысалы Арман cleaned деп айтуға болады. Мына жерде. The office was cleaned yesterday. Офис кеше тазартылды. The office was cleaned деп айтатын болсақ, ол пассив. Оның істеушісі білініп тұрған жоқ. Енді осыны дұрыстап қарап көрейік, таблицасымен қалай қолданатын. The passive is present simple, past simple. Қараңыздар, present simple am is a болады. Осы шақ, егерде past simple болса, өткен шақ was o болады. Мысалы, бір нәрсе was, сосын past participle мұны үшінші етістікті қолданамыз. Үшінші етістікті. Cleaned, done, invented, built, enjoyed, taken деген сияқты. Ол дейтін алдында да түсіндіріп кеттім, алдыңғы видеоларда ол үшінші verb, үшінші түрі қандай деп. Мысалы, сіз сөздікті аласыз да, бір сөзді тересіз. Мысалы, sleep деген болсын, go деген болсын, сөзді тересіз. Сөзді тергеннен кейін сізге етістіктің үш түрін шығарып береді. Біріншісі infinitive, екіншісі past simple, үшіншісі past participle, үшінші түрі.
Осы мысалы бір нәрсе тазартылды деп айтқыңыз келсе, тазартылды деген етістікті clean'ді басасыз, соның үшінші етістігін таңдап осыған сала қоясыз. Мына жерге past participle деп аталады. Сонда мысалы the office was cleaned, тазартылған. Немесе осы жақпен тазартылды деп осы жақпен айтылсақ, тазартылып жатыр. The office is cleaned. The past participle of regular verbs is AD. Егерде правильный, дұрыс етістіктер болатын болса, онда соңына AD қосылады. Cleaned, damaged деген сияқты. А егерде неправильный глагол болатын болса, for a list of irregular past participles, онда done, built, taken деген сияқты сондай таблицада жазылған бұрыс етістіктер болады. Ол деген бастапқы етістігіне ұқсамайды кейбіреулері. Енді мысалдарды қарап көрейік. Butter is made from milk. Май сүттен жасалады. Кім жасаушысы, қандай фабрика жасап жатыр, мына жерде айтылмаған. Май жасалады деп тұр. Butter is made. Көрдіңіздер ме? Мына осы am is a келіп тұр. Содан кейін үшінші етістік келіп тұр. Made деген. Oranges are imported into Britain. Апельсиндар Британиядан импортироваться етеді. Are imported. How often are these rooms cleaned? Қаншалықты бұл бөлме жуылады, тазартылады. I am never invited to parties. Мені ешкім вечеринкаге шақырмайды дейді. Кім шақырушысы мына жерде белгілі болып тұрған жоқ. Жалпы мен шақырылмаймын. I am never invited. Оны кім, мысалы, досым, құрбым, кластасым деп мына жерде ешкімді айтылып тұрған жоқ. This house was built 100 years ago. Бұл үй 100 жыл алдын салынды. Кім салған айтылып тұрған жоқ. Қандай құрылысшы салған айтылып тұрған жоқ. Осы ережемен қолданады. These houses were built 100 years ago. Бұл үйлер 100 жыл алдын салынды. When was the telephone invented? Телефон қашан жасалды, яғни ойланып шығарылды. We weren't invited to the party last week. Біз өткен аптадағы вечеринкеге шақырылмадық. Кім шақырғаны белгісіз. We weren't invited. Was anybody injured in the accident? Мына accidenттен жарақатталғандар бар ма? Кім жарақаттағаны, машина ма, автобус ба, белгісіз де. Жарақатталған адам белгілі тек. Кім біреу жарақатталды ма деп тұр. Yes, 2 people were taken to hospital. Екі адамды больницаға алып кетті дейді. Кім алып кеткені белгісіз. Алып кетілді. Екі адам алып кетілді. Were taken. Were born. I was born деген мен туылдым. I was born in Berlin in 1989. Мен 1989 жылы Берлинде дүниеге келдім. I was born. Not I'm born. I'm born деп айтпаймыз. I was born деп айтамыз. Where were you born? Сен қайда дүниеге келдің? In Cairo. Каирда. Пассив plus by. By, мысалы, біз айттық қой мына пассив залогтарында, пассив сөйлемдерінде мына істеген адам, істеуші белгісіз деп. Бірақ соны белгілеуге болады, белгілі қылуға болады by сөзімен. Мысалы қараңыздар. The telephone was invented by Alexander Bell. Телефон шығарылған, ойластырылып Александр Беллмен. Александр Белл соны істеген. Соны соңына by Alexander Bell деп айтамыз. The telephone was invented by Alexander Bell in 1876. Alexander Bell invented. Alexander Bell invented it. Alexander Bell соны жасаған, ойластырып шығарған. I was beaten by a dog a few days ago. Біраз күн алдын мені ит істеп алды дейді. I was beaten. Мені ит істеп алды. It by a dog. Мен тістелген болдым by a dog. Иттен. Do you like this painting? Бұл картинкалар саған ұнайды ма? They were painted by a friend of mine. Бұны менің досым салды дейді. Яғни суреттеді, бояды.
Осымен сабағымыз бітті. Лайк басып қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Әлі де көптеген сабақтарды өтетін боламыз бұл каналда, иншалла.